Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ходуноктың зияны туралы айтпақшымын. Жалпы ең алдымен ходуноктар үлкен кісілерге қозғалу үшін, жүру үшін, ал инвалид балаларға денесін вертикаль түрде ұстау үшін арналып шығарылған болатын. Ал 1970 жылдан бастап сәбилерге арналып шығарыла бастады. Ходуноктың пайдасынан гөрі зияны басымырақ. Ең алдымен бұл баланың дұрыс табиғи дамуына кедергі жасайды. Яғни буындарына, дамып келе жатқан бұлшықеттеріне күш түсіреді. Соның салдарынан баланың арқа бұлшықеттері жақсы дамымай қалады. Және оқыс жағдай болу қаупі өте жоғары. Өйткені бала құлап қалуы мүмкін. Және енді ғана дамып келе жатқан омыртқасына күш түсіретін боламыз. Бала ойлап қараса ходунокта отырған кезінде тек тұрады, еңкейе де алмайды, отыра да алмайды, қолынан қалаған затын барып ала да алмайды, емін-еркін аунай алмайды, еңбектей де алмайды, және жан-жағы қоршалынып тұрады. Міне осылар арқылы біз баланы қоршаған ортадан шектейміз. Бала енді ғана қоршаған ортамен танысып келе жатқанда оған шектеу қоямыз осылай. Және ең маңызды моторика еңбектеу, сол еңбектеуді шектейтін боламыз. Ал бала еңбектесе қоршаған ортаны жақсы танитын болады және миы жақсы дамитын болады. Яғни оң жақ шары және сол жақ шары миының жақсы дамиды. Ходунок арқылы бала өзінің жылдамдығын өзі басқара алмайды. Өйткені тез сырғып жүретін болғандықтан. Және баланың өздігінен жүруі кейін кешеуілдейді. Бала аяқтың ұшымен жүретін бола бастайды. Және табанның деформациясы пайда болуы мүмкін. Болашақта табанның деформациясынан балаларда жүрген кезде проблема болуы мүмкін. Және тепе-теңдікті сақтай алмайды. Өйткені сырғып жүргендіктен миыншықтың тепе-теңдікті сақтау вестибулярный функциясы бұзылады. Сондықтан да балаларды мейлінше ходунокқа салмаған абзал. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.